Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында жасалынатын творожный сырдың рецептісімен бөлісетін боламын. Творожный сырымызды дүкеннің 2,5% айранымен жасайтын боламыз. Алдын ала бір күн бұрын мұздатқышқа салып қатырып аламыз. Енді осының бетіндегі салафанын алып тастаймыз. Бұл қатқан айранымызды бөлу міндетті емес. Енді айранымыз сұйықтығын бөлу үшін осындай табақтың үстіне ситамызды қойып, үстіне марлымызды төсейміз. Марлы болмаса жай ғана ситаның өзімен ерітсеңіздер болады. Мен марлының үстінде ерітетін боламын. Айранымызды марлымен орап, жылы жерге бір күн бойы қойып қоямыз. Міне біздің творожный сырымыз бір күн бойы тұрып, өзінің сұйықтығын шығарды. 1 литр айраннан қанша грамм творожный сыр қалғанын қазір өлшеп көреміз. Бір литр айраннан 216 грамм творожный сыр шықты. Үй жағдайында жасалған творожный сырымызды тұздап, дәмін келтіріп алсаңыздар болады. Бұл творожный сыр дүкеннің творожный сырынан ешқандай айырмашылығы жоқ. Сливкиға ойланбастан қосып, торттың кремін жасай берсеңіздер болады. Сіздермен болған Сағынбек Салтанат. Менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.